Gazı berip atqan yaxşı gep qilsam. Gazı berip qancha бағасы? Qancha arzani? Arzan ekan, a? Конечно, arzan. Radnoy kraska. Shaharda aytib ketayim, 95 abimdek avtomat. Radnoy kraskadan da. Polигонda tur. Radnoy бағамен брат, не ғой? Жыл ғой, жыл өздігі ғой, қанша радноy 95 дейді, 708, 617, 21 дейді ол. 2 миллион 500. 2 миллион 900 деп жазып қойып пен, 2 миллион 500-ге берем деп өзі тұр ғой. Яқ маған түсір деп қалды, клиент жоқ деген сөз. Алмайды ешкім. Тазалап алып келеді, ешкім алмайды. Тазалап алып келеді, ешкім алмайды. Сөйтіп атқан. Өмір ғой бір кәм дүние ғой. Үкә Passat дейді. Таза қиындықты көретін көлік қол менде болған. 1,5-2 тонна мартовасында кете бересің ғой. 91, батарея 1.8 моно, 1.200.000, 701, 829, 53, 31 дейді. Осындай моно бар екен. Ой, ебать. Приорам түсіріп бақшы, приора. 1.600.000, 2013, 21, 71 дейді, 2013, 7 литр деп қойыпты. 7 литр. Андақта Audi деп ана 2,5 миллион теңге деген, мынау қанша екен? 792 объемдегі автомат деп қойыпты. Не іш жоқ, не деді? Телефон номер жоқ. Жаңа емес деген сияқты ол. Тамыр. Мұны 626 енді осы жерден сатылып кетсем, артынан су шашайын деп тұр, бағасын енді білмеймін. О, бағасында енді сериозно қойып қойды, бірақ бұған енді алмайды енді, әңгімені ашық айтайын. 750 теңге, 91 жылғы объемдік механика, 707, 188, 1037. Енді поляға алып мінемін десеңіздер болады енді. Ол қалаға да мінсе болады. Бірақ көлік енді рухани жаңғыру керек болып тұр ғой көлікке. B4 ма? B4 газ деп қойды, 1.750, объемдік механика, 5 сатылы. Телефон номерін 701 318 95 64 дейді. Мәні B4. Бұл да енді груз көтеріп зәбір көрген көліктердің арасына кіруге болады енді. Бұның маркасын білмеймін. О, мәні. Корабль дей ма? Бұның бағасы жоқ бірақ. Бұның бағасы жоқ. Бағасы жоқ. Ипсумның бағасын 3 миллион деп қойыпты. Енді мұнаны білмеймін. Механика қойшы. Буханка базарға кеме қойды көріп, қойын амайды шыққан. Буханка қайта бер барат деген. Объем 2-3 миллион 600 мың теңге дейді. Деп. Компот каркаде 1.200.000 дейді. Көктердің бағалары айтыр. Bir жаққа түсіп атқан, бір жақта көтеріліп жатқан. Дай дейді. Мұны ең арзан осы шығар. Лада 21 150 дейді ғой. Қанша бағасы аға? 300-ге берем деп қойды енді. Қолаға мінсе болады енді. 300-ге берсе 626. 750 теңге, 92 объемдік механика екен. 707 438 01 25 доставка алып алып ары бері жүрсеңіздер болады. Қаланың ішінде қаладасың ғой деп қой. Міне 1.300.000 дейді. Бағасын жазда 1.600.000 дейді. Асық кет бардың маға? Асық тұрмыз ол. Аңымен соғамай тұрмын ғой. Цератто дейді. 2400 дейді. 900 дейді. Соғасын ғой соғуына әңгіменші, бірақ бағасы деген бетке ұратты. 1.8 моно деп қойыпты. Бағасы сәл түсіріп тұрса барып айтуға болады да барсың бағасын.
2 миллионға тақап қояды, сонымен барлығы ренжиді. Ей, қымбат көлік түсіріпсің ғой, қымбат көлік түсіріпсің ғой деп. 2 миллион 396 американс 15 дейді. Жалпы осындай бағалар. Бағалар не то болып тұр әңгіменің ашықшы. Авенсис тұр екен, Авенсис 3,5 миллион теңге 1,8 деп қойып 2002 жылғы 3,5 миллион теңге. Міне, бұны бағасы енді қанша екен? 1,750 2011 бур дейді. Электропакет 701 677 87 77 747 772 36 25 дейді. Мынаның сыртын қарасаң, сырты жақсы. Орылмаған ау. Орылса да істелген ғой, енді моторын жуып тазалап тастаған. Вроде нормальный 1,750 деп тұр, енді жақсылап саудаласып, бауырым қаншаға бересің, ішіндегі тәуірім десеңіздер бір 1,400,000 ме екен, или одан төменге ме беретін шығар деп ойлаймын өзім. Приора 1,900,000 деп қойыпты. Тағы да мынау не дады? Nexia 1,400,000 2013 деп қойыпты. 1,400,000 соңғы сол миллион болады ау. Барлығы келген, бірақ өздерінде от өшіп қалған ғой. Салам екен, алмайм екен деген мәселемен келген ғой. Жақсы. Еліміз заман жұртымыз тыныш болсын. Байланыстамыз. 300-ге бере салам дейді ғой бағана бір 99-ды. Жақсы. Еліміз заман жұртымыз тыныш болсын. Қол бос болса бір автосалондарға жорыққа шығып қайтуға неге болатын еді. Қол босамай тұр. Жақсы.